Америкалық психолог Карл Лашлей 1930 жылдары өткерген белгілі тәжірибелерінде тышқанларға құрамалы лабиринттен өтуді үйретті. Кейін ол тышқанлардың миының түрлі бөлімдерін хирургиялық жол менен алып таслады. Нәтижеде тышқанлар еледе лабиринтті таба алды. Бұл сол уақыттың өзінде ақ яд тек бір орында емес, ал бүткіл миде тарқалған халда сақлануы мүмкін екендігін көрсетеді. Гиппокампус қалай істейтіні белгілі болғаннан соң ілімпаздар жаңа нәрсені аңлап жетті. Яд тек қана сақланбайды. Оны қандай жағдайда еслеп қалу һәм және қалай еске түсіру де жүті ахметлі. 1974 жылы Элизабет Лофтус һәм Джон Палмер тарапынан өткерілген тәжірибеде қатынасушыларға автомобиль соққылығысуы суретленген видеоны көрсетті. Кейін оларға сұрау берілді. Машиналар бірі-біріменен соққылығысқанда не болды? Осыған ұқсас жағдай Жан Пьежаның өмірінде де жүз береді. Яғни ол өзінің балалығында оны ұрыдан құтқарып қалған адамды еслеп жүреді. Бұл уақияны ол жүді анық, хәттегі адамның бет әлпетіне шекем суретлеп берген. Бірақ та ата-анасы оған бұл уақия ешқашан болмағанын айтқан. Бұл болса соны көрсетеді. Инсан яды кейде жаратылады. Яғни қиял, суретлеу һәм басқалардың сөздері тек арында пайда болады.